Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен осындай мужской каприз деп аталатын өте жеңіл дайындалатын әрі өте дәмді салат дайындап көрсетемін. Өзімнің нұсқам бойынша осы салаттың рецептісін ұсынамын. Салатты жасау үшін форманың орнына мен осындай қаймақтың шелегін пайдаланамын. Ең алдымен тауық етін пісіріп аламыз. Енді осыны формамызға саламыз. Жақсылап формамызға нығыздаймыз. Майонезді жағып шығамыз. Үстіне кішкене тұз себеміз. Сосын үккіштен өткізілген картоп саламыз. Жақсылап формамызға орналастырып, үстінен майонез жағып, аздап тұз саламыз. Жұмыртқамызды алдын ала пісіріп алып, ұсақ үккіштен өткізіп формамызға саламыз. Үстінен майонез жағып, тұз себеміз. Тағы да жаңағы қатарларды қайталап шығамыз. Тауық етін саламыз. Майонез жағып тұз себеміз. Үстінен жұмыртқамызды саламыз. Майонезін жағып, тұзын сеуіп, ең соңында үккіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Жаймен ақырындап формадан босатамыз. Бетіне әсемдік үшін аскөк қойып шығамын. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Өте тез дайындалады, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаңа жылдық дастарханның сәнін өте керемет ашады. Салат өте воздушный, жеңіл болып шығады. Сіздермен болған Балнұр. Сау болыңыздар.